ер азаматқа тән қылық па осы жауапкершіліктен қашу жалпы? Сіз маман ретінде емес, адам ретінде сұраймын. Адам ретінде сұрайтын болсам, мен тән қасиет емес қой. Ер адамды бізге не үшін келдік? Біздің жаңағы жауапкершілігіміз болмаса, қызық, нәзік қыздарымызға, нәзік келіншектерімізге бәрі жауапкершілік артық қойсақ, біз еркектігіміз қайда? Еркек деген бойында жауапкершілік, баласына жауапты. Ертең ана өмірге барған кезде әйелінен сұрамайды ғой, сен бала шағаң кім қалай болды деп. Еркек күйеуінен сұрайды ғой. Сол сияқты жауапкершілікті артық білу керек қой. Ол бала өмірге алып келдің ба? Оған сен жауаптысың ғой. Оның тәрбиелеуіне, өміріне, материалдық құндылығына, дүние құндылығына сен жауап бересің, тәрбиесіне. Сен жауаптысың, әкеге жауапты ғой. Өкінішке орай осы үйленбей жүрген отбасылардың арасында, жігіттердің арасында жауапкершілікті алғысың. Мен үйленіп алайын, үй алып алайын, пока жаңағы көлік алып алайын деп жүрген кезде жас 40-қа келіп жатады, 50-ге келіп жатады. Білмей қалады, уақыт өтіп кетеді. Өмір өтіп кеткен. Ертең қарасаң, оның денсаулығы жоқ, не белсіз, болмаса бедеу.